Шортс дегеніміз не? Ютубта шортс дегеніміз ол 1 минутқа жетпейтін, немесе 1 минуттан асып кетпейтін видеоны айтады. Барлығына белгілі, Instagram мен TikTok сізге видео салғаныңыз үшін ақша төлемейді. Ал YouTube болса сізге төлейді. Ол үшін сіз YouTube канал ашып, баптауларын жасап, соған видео жүктеуіңіз қажет болады. Ал ол видеоларды жүктеу және де YouTube канал ашу, баптауларын жасау жайында менің YouTube каналымнан тегін видео сабақтарымнан көре аласыз. Ол үшін маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді шортстан қалай біз монетизацияға шығу жолын айтатын боламыз. Ол үшін бізге 10 миллион просмотр жасау қажет болады. Яғни сіз тек қана YouTubeқа видео шортсты жүктеу арқылы өзіңізге подписчик және де 10 миллион просмотр жинасаңыз, сізге YouTube монетизация қосып береді. Сіздерге айтар кеңесім, TikTok немесе Instagramға салып жүрген видеоларыңызды, 1 минутқа жетпейтін видеоларыңыз болса, оны өзіңіз YouTubeқа жүктесеңіз болады. Тек бір ұмытпайтын жайт, TikToktан немесе Instagramнан салынған видеоларды жүктеп, оны YouTubeқа қайтып салып жүрмеңіздер. Өзіңіздің оригинал видеоларыңыз, түсірген видеоларыңыз ұялы телефонда сақталып тұрған болса, соны тікелей YouTubeқа салсаңыз болады.